кеш жарық барлықтарыңызға тағы да. Сосын түсінбей жатқан адамдарға айта салайыншы. Менің соңғы келген үміткерім бойынша мен оның дене бітіміне, түр әлпетіне ешқандай да әңгіме айтқан жоқпын. Өзімен өзі мені кемсітіп жатсыз ба, сонда өзіңізді жоғары санап деп жатқандай. Былай болды да, мен звондадым, 2 күннен кейін номерін алғаннан кейін звондадым, редакциядан жалынып номерін алдым, звондап едім, маған малсың ба, сен қуасың ба, Гүлвирамен не үшін тамақ ішесің, мен түсінбей жатырмын да, ұрысып жатыр да маған, матым еще боқтапшы. Одан кейін жаңағы кім еді, Маржанмен неғып сторис аласың, мен сен үміткерім болып келдім ғой, анау. Біз тамақ ішуге 6 адам болып бардық та, мысалы 6 адам болып бар. Сен кімсің? Сен кімсің деймін да, сен маған, мен саған кіммін, сен маған кімсің? Что, біз бірінші рет сөйлескен кезде сен маған өйстіп боқтайтындай, малсың дейтіндей. Қой, ашуыңды бас деп жатырмын да, біліп тұрмын ғой, әңгіме болатын. Сол үшін әдемі сөйлесіп жатырмын. Маған өйтіп боқтама, жай сөйле деп жатырмын ғой. Деп жатсам, сен қуасың ба, тағы не деп еді. В общем, страшный әңгімелерді айтып жатырды, мен түсінбей жатырмын. Білесіздер ме, өзінің мамасы мен папасы да бұл қызбен араласпайды. Сосын ағалары да, бауырлары да, туысқандары да араласпайды екен. Маған туысқандар жазып жатыр. Қазір, если что, сториске салып кетемін. Мысалға деймін да, мысалға. И өзі бір түрлі адам, соны ортаға кіргізіп, ол уже бір емес, 2 рет келіп жатқан адам, соны маған кіргізіп, мен талғамымды сіздерге редакцияға айтқам, маған осындай қыз деген сияқты. Енді оны осындай мен талғамыма сәйкес келмейтін қызды кіргізбеу керек еді. Маған қарай, осындайды доғару керек негізінде. Сол ойшым, айтарым сол. Жыным кеп тұрғанда сол. Маған, мен тарапыма көп өтірік әңгіме айтты бұл қыз. Содан кейін ойлаңыздаршы, бірден звондай салған кезде маған айғайлап тұрған, боқтап тұрған қызды мен қандай реакция болу керек еді. Мен болды, уже түсіндім сол кезде. Бірақ сосын бізде эфир кезінде, сырласуда отырған кезімізде бізде эфир бітіп қалды. Эфир бітіп қалғаннан кейін бізде сырт, енді мен негізі ортаға шығып тоқтататын едім. Бірақ ортаға шыға алмай қалдық, үлгермей қалдық. Келесі эфирге қалып қалды. Келесте шықтық, енді мен түсіндіріп айтайын деп жатқан кезімде маған осындай давление болды да, анаған звондаған кезімде ол маған өзімен өзі боқтап деген сияқты. Короче, непонятно, бәрібір мен кінәлі болып қалады екен ғой любой ситуацияда. Так что любой непонятный ситуацияда одан да бірден жоқ деп сразу түрін көре сап айту керек екен, сразу нагло айту керек екен, сен түрің маған ұнамайды деп айту керек екен. Так что еркек қой, көтереді ғой деп бүйтіп баса берудің қажеті жоқ. Мән жайды, екі жақтың мәмілесін естігеннен кейін барып қана бір шешім қабылдап, солай маған жазыңыздар. Енді ішінде бір-екі ақмақ санасы төмен адамдар кездесіп жазып жатыр да сондай. Атақ қолдап жатқандарыңызға рахмет. Жобадан кеттім. Мынау жалпы уайымдамаңыздар, 30 жыл өмір сүрдім ғой, әдемі. Қосылайықта 4-5 ағай болып жүргеніме. Келіңіздер істеп жатқандарға, енді ол жерде көрдіңіздер ғой, өтірік айтылды. Сол өтіріктің кесірінен барғым кеп тұрған жоқ. Блин, смотрите, менің мына жағымда, короче, біреу сырып кеткен. Но менде видеорегистратор жоқ. Из-за этого мен бұны таба алмай жатырмын. Қараңыздар, үйге мама келді. Сонда Менің мамам келді. Бізге заттар алып келді. Бізде мұнда посуда жоқ еді. Толтырып зат әкелген орсыздар. Распаковка чек. Біз Джонс көп сұрайды, біз сендермен бірге тұра ма деп, бізбен бірге тұрмайды. Күнде азанда келеді видео түсіру үшін. Қайтам үйіне кешке үйіне қайтады. 2 жастың ортасына түсіп дейді. Ауырып. Мама ауырып жатыр. Температурасы 36-та жетті. Қазір өсті 5 градус, 37-ге жеткенсің. Бұны 10 штугын
тройка, двойка аралас қылып бір лотты аласыздар. Лоттың бағасы бар жоғы 35 мың теңге ғана. Және қараңыздар, мына шалбарымен, шортымен бірге жүреді. Және сіздерге күшті жаңалық бар. Оларды сіздер күтпейсіздер. В наличии менің қолымда бар. Қазақстанда тұр. Бірден сіздерге таратып беретін боламыз. Продажа біткеннен кейін. Бірақ бір жаманы бұның бар жоғы 60 штук ғана бар. Сонда 60 адамға ғана жетеді деген сөз. Бір пижаманы 3500 теңгеге алып, күшті сауда жасағыңыз келсе, болмаса өзіңізге алсаңыз, туысқандарыңызға алсаңыздар болады. Сол үшін үлгеріп қалыңыздар. 35 мың теңгеге 10 штук пижама. Қыздар, сіздерге качествосын жақындатып тұрып көрсетейінші. Қараңыздаршы, качествосын барын осылай көрсетейін. Біз бұл пижамаларды сатып жүргенімізге 2 жылдан асып кетті. Бірақ бір жаман отзыв келмеген. Потому что қараңыздар, тігістердің барлығы өте әдемі, маталар да бағаларына өте әдемі. Алған адамдар бірден сатып жіберіп жатыр. Қазір отзывтар болса салып қоямын. Өйткені көп адамға ұнайды. И сіздер күтпеген шығарсыздар, потому что біз двойка қылып сататынбыз, шортымен или шалбармен қылып. Ал бұл жолы шорты да бар, шалбары да бар, үсті де бар, тройка қылып өте арзан, ең төменгі бағада сатып жатырмыз. Қыздар, қараңыздар, пижамалар қандай әдемі болып тұрады. Үстіге күнделікті күнге де киіп жүре берсеңіздер болады. Үйде үй киімі қылып, болмаса жатарда кисеңіздер де болады. Және де көп қыздар өздеріне сұрап жатыр екен. Біз өзімізге алғымыз келіп жатыр, сатуға емес деп. Және де сондай қыздар үшін сіздерге 5 штук пижама дайындап қойдым. 10 штук сіздерге көп болатын болса, 5 штуктан алсаңыздар болады. Бар жоғы 17.500 теңгеге. Өздеріңіз үйде әр түрлі қылып ауыстырып жүре бересіздер. Бір пижаманы 17.500 теңге аласыздар, ал сіздер бұл жерде 5 пижаманы 17.500 теңге аласыздар. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі қалайсыздар, амансыздар ма? Мен бұл видеоны салып отырған себебім Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде қазір үкіметтің айтуымен үлкен мектеп салынып жатыр. Сол мектепте енді қалай айтсам болады, жемқорлық па, или соны түсіне алмай отырмыз. Сол мекемеде, сол мектепте жұмыс істеген ипылар ақшасын ала алмай жатыр. Ол мектеп самұрық қазынаның айтуымен салынып жатқан мектептер. Сол самұрық қазынаға жолдап отырған видео бұл. Мауле мырза, өзіңіз бұл істі қолға алмасаңыз, бұл болмайды. Неге десеңіз, мектептің аяқталуына шамалы қалды. Бірақ ішінде жан келді деген ба, біреулер бар екен. Солар ибылардың ақшасын бермей жатқан көрінеді.